Түркістанға келсе тек бір нәрсені көру керек, ең бірінші ол осы жақтың палауы мен кәуабы. Түркістан қаласына келген сәтте ең бірінші дәмнен алуды ұмытпаңыздар. Себебі бұл жақтың палауы мен кәуабына еш нәрсе жетпейтіні сөзсіз. Ал достар, кәуапты және де палауды жеп шықтық. Мінекей Сардар, Бекзат бізді отырғызды. Бұнымен тоқтамаймыз. Ары қарай кесенеге, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне, жаңадан ашылған мешітке аттанайық. Көшеде ең бірінші көзге түсетіні ол Жигули автокөлігінің тым көптігі. Себебі неде деп сұрағанымда түркістандықтар тұрғындардың талғамы деп жауап берді. Мен таңғалатын достар, кезінде әлем бойы ғасыр бұрын техника жоқ кезде мына зәулім ғимараттарды қалай салғаны осыған таңғалдым. Қазір мысалға кейбір қалаларда 5 қабатты үйлердің өзін бітіріп салып бітіре алмай жатыр ғой. Шынымен осы уақытқа дейін қаншама ғасыр бойы бір қалыпты тұрғаны таң қалдырады. Бұл біздің мұра, міндет түрде көруге келіңіздер. Достар, байқағандай бізде бүгін басқаша өзгеше дрон, яғни ол мына қасымдағы Сардар деген бауырымның дроны болып табылады. Мен өзім дронымды Қызылордаға үйге тастап кеттім. Көбейге алып кетсе. Керемет кадрлерді қабыл алыңыздар. Ахмет Яссауи кесенесі жайлы кішкене ақпарат айта кетейін. Бұл 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуіп ету орнына айналады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі аса үлкен порталды күмбезді құрылыс. Оның ені 46-5 метр, ұзындығы 65 метр. Ғимараттың орасан зор порталы және бірнеше күмбезі бар. Жігіттер анау арттарында тұрған не болып салынып жатқан? Риксіз қонақ үйі 5 жылда жүрген салынады. Елбасымыз келіп бірінші іргетасын қойып кетті, басталды. Жұмыс жүріп жатыр. 2020 жылы ашылады құдай қаласа. Риксіз қонақ үйін анау-мынау қала көтере бермейді. Қалайша бір мезетте Түркістанға осыншама инвестиция құйылды екен. Көріп тұрғандай қаңтар айының ортасы, яғни қыстың ортасы, Түркістанда шөп. Оландай қауым, мынандай көрмеппін. Мынандай қауым бар ма? Жақсы. Тәтті бұндағы жоқ. Кесілген жек көрсеңізші, кесілген. Міне, кел. Мына бірақ дағы жоқ, ұзаққа апарым десін. Впечатление. Әмі күшті бұнан. Достар, Түркістан мен Кентауының ортасында осылай қыстың күнде қауын сатады. Қауын, қарбыз бәрі сатады. Иә, осы екі қаланың ортасында көріп тұрғандай қыс айларында қауын қарбыз сатуда. Ал біз ары қарай табиғатқа аттандық. Біз мінекей хан тағы деп аталатын Қаратаудың бір етегіне келдік. Яғни Түркістаннан жігіттермен мінекей Нұрдәулет бар, YouTube, Сардар, Бекзат, және де Ержан. Осы бесеуіміз келдік. YouTube'та достар, біле берсеңіздер, дронмен түсіру ол дәстүрге айналып кетті. Мінекей қазір сіздерге осы Түркістан облысындағы Қаратауды көрсетіп боламыз. Мен өзім мектепте географияны жақсы көретінмін. Сол кезде Алматының тауларына қарағанда осы Қаратауды зерттегенді ұнататынмын. Бұл тауда әлі зерттелмеген жерлер көп. Менің ойымша, біздің ата-бабамыздың тарихы осы Қаратауда жатыр. Елім-ай әніндегі сөздер естеріңізде болар. Сондай-ақ, Шымкент, Тараз, Түркістанның жылы болуы осы Қаратаудың солтүстік ызғарынан жауып тұруының арқасы болып табылады. Жігіттердің айтуынша Түркістан облыс орталығы болғалы, осы таудың етегінде жер бірден 10 есеге қымбаттап кетіпті. Енді түсінікті ғой. Мынау Қаратау, мынау жаңа Түркістан қаласы 9 қабатты ғимарат, сонымен қатар 5 қабатты, барлығы жаңаша. Түркістанға ең алғашқы рет келсеңіз, бірінші көзге түсетіні ол қарқынды, тоқтаусыз салынып жатқан көп қабатты ғимараттар.
миллиардтаған ақша жаңа Түркістанның салуына жұмсалып жатқанын мына кадрлерден байқауға болады. Менің ойымша 4-5 жылда біз бұл қаланы танымай қалатынымыз сөзсіз. Қазірден бастап көріп тұрғандай орталықтағы үйлерді ақырындап бұзып жатқанын байқадық. Түркістанда қазақ-өзбек ұлттары қаншама ғасырлар бойы тату-тәтті өмір сүріп жатқандығын байқадық. Қала тұрғындарының басым көпшілігі саудамен, шағын кәсіппен айналысатынын байқадық. Бұл қалада түрлі ойын-сауық орталықтар, жаңа мешіт, сондай-ақ әлемдік стандартқа сай университет бар екенін байқадық. Облыс орталығы деген шешім қабылданғаннан кейін бір ай болмай түрлі саябақтар, демалыс орындары ашылғанын байқадық. Құрметті достар, біз мінекей Түркістандағы саяхатымызды аяқтадық. Сонымен қоса осы Түркістан жайлы влогымызды тәмамдадық. Түркістан бізге ерекше ұнады. Ең бірінші осы қаланың қарқынды дамып жатқаны, сонымен қоса қаланың әдемілігі, тарихи орындары, мәдени орталықтары, және де таулары, табиғаты, тастары, шөптері, қауыны барлығы ұнады. Жігіттерге үлкен алғысымды айтқым келіп тұр. Соның ішінде мінекей Сардар бауырыма, Сардар бауырыма, Бекзат бауырыма, Әлшер бауырыма, және де Нұрдәулет әріптесіме, досыма, бауырыма рахметімді айтқым келіп тұр. Осылай қыдыртқандар үшін, қаланы көрсеткендер үшін, біздің аяғымызды жерге сүрмеген үшін үлкен алғысымды білдіремін. Осы кешеден Сардар бауырым да. Мінекей Сардар бауырым. Жайлығына рахмет. Кешеден бері осы бізді алып жүрген осы Сардар бауырымыз, үлкен рахмет саған. Адикус арнасы дами берсін, NN Live құдай қаласа дами берсін. Бәріміз төменге түсіп, қызыл подписацияны басып, колокольчикті басып қояйық. Сардар бауырымның, Әлшер бауырымның, Бекзат бауырымның арналарына, осы Реаксус арнасына, сонымен қатар Атаханов арнасына тіркеліңіздер. Менімен бірге түскен интервьюсы да бар. Төменде сілтеме тіркеліңіздер, достар. Кентау деп. Кентау деген Кентауға да келеді арнайы келіп кетеді. Міндетті түрде енді кентаулықтар ренжімеңіздер, Кентауға соқпады деп, яғни аттап өтті деп. Мен арнайлап Кентау қаласына келем. Сол себептен менің тарапынан ол сыйлағандық болмас еді, егер де мен Кентауды жай түртіп кетіп айтқанда. Кентауға негізі міндетті түрде арнайлап келіп, сол жайында влог түсірем. Сіздерге уәде. Осының барлығы сіздер үшін, сондықтан да барлығынша актив көрсетіп, тіркелейік, достарға таратайық. Қазақша контентті ең басты қолдаңыздар, қазақ тілді контентті қолдаңыздар, тіркеліңіздер. Ол біз үшін маңызды. Мынандай лайк басуды ұмытпаңыздар. Мынандай болып жүрмесін. Мынандай болсын. Қайда күтеміз. Қолдау.